Иә, біз мектеп бітіргеннен кейін техникумға түстім. Техникумда бухгалтердің несінде оқып жүрдім. Стипендия алатынмын. Сол міне о заманның несі. Стипендия алғаннан кейін бір тоямыз, содан кейін ақша жоқ. Жүреміз сандалып, кімде тамақ бар, сүмкені ақтарып іздейміз. Қазіргі студенттер немене? Қалтаға салып алады, содан тамақты столовойдан ішеді, любой жерде ішіп алады. Біздің заманымыз енді қайыршылық десем жаман емес. Телміріп кімде не бар, бір жапырағынан бар, соны іздеп жүретінбіз. Өмір деген озат, барлығы жаңарады деген қазіргі мінеки балаларға да, оқушы балаларға да бәріне условия бар. Жүргенде әке-шешесі тасиды. Ал енді студент болса, онда вообще. Қазіргі балалар бақытты. Алла тағала дүние тыныштық болып, осылай бақыттарынан айырмасын. Бізден бұрынғыдар еще хуже болды. Өмір жыл өткен сайын, үкіметіміз орныққан сайын кішкентай жақсарып келеді. Алла тыныштық болса, соғыс болмаса болды, өзі дүние тынышталып, өзінің қалпына келеді ғой. Алла балалар бақытты болсын. O кезде сендерде тоже конкурс болды ма? Қанша кісі келген, мен ұмытып қалдым, конкурс болды, конкурстан өтіп шықтық. Оқығанда сабақ аламыз, сабақ алғаннан кейін квартираға барамыз, анау суық сықырлаған аязда. Біз оқығанға дейін, біздің заманымызға дейін түк түзелген жоқ. Баяғы соғыстың зардабы бізге тартқызды. Ал енді одан кейінгілер уже әйбәт. Стипендия алдық, стипендиямыз алған не керек? Оны тамаққа жұмсаймыз, тамақтың бәрін үйден әкелеміз. Соныменен уже қарнымыз аш деп біріміз талап жегендей болып жүретінбіз. Студенттің өмірі деген бәрі адам, балалардың бәрі бірдей болғаннан кейін ата-анасының қамқорлығы ешқандай жоқ, заман таршылық. Бәріміз бірге жүретінбіз.